Сәлем, менің есімім Гүлнар, менің тоқыма әлеміме тағы да қош келдіңіздер. Бүгін біз Echo Flowers, яғни цветочный эхо шәлін тоқуды жалғастырамыз, екінші бөлімі. Біз енді шәлінің негізгі денесін тоқып болдық, және енді бордюр деген бөлімге өтеміз. Алдыңғы видеода мен сіздерге сызбамен тоқып көрсеткен жоқпын. Тек қана тоқып көрсеттім, бірақ бұның сызбаның түпнұсқасы видеоның астына сілтеме етіп салынды, ссылка етіп, сол жақтан көрсеңіздер болады. Егер ол жерде кішкене түсініксіз нәрсе болса, мынау немен шартты белгілерді түсіндіріп кетейін. Мынау кәдімгі оң шалу, оң ілмек. Одан кейін мына жерде қара болып тұрса, онда бұл жерде тоқыма жоқ, ілмек жоқ деген сөз. Мынандай кішкентай Б әрпі жазылып тұрса, бұл жерде де кәдімгі оң ілмек. Мынандай дөңгелек тұрса, бұл орам, орысша накид дейді. Егер де былай мына таяқша мынау оң жаққа қарай қисайып тұрса, ол екі ілмекті бірге қосып, оң жаққа қаратып қысқартамыз. Оң жаққа қаратып қисайтамыз. Егер сол жаққа қарап тұрса, екі ілмекті бірге қосып, сол жаққа қаратып қысқартып тоқимыз. Егер де мынандай таяқша екеу болатын болса, онда үш ілмек, үштеп тұр, үш ілмекті бірге қосып, сол жақтан оң жаққа қарай қысқартамыз. Мына жақта, егер де сол жаққа қарап тұрса, оң жақтан сол жаққа қарай. Мынау үш ілмек бірге, егер де бұлай үш таяқша түйісіп тұрған болса, онда үш ілмекті іліп алып, бірге тоқу деген сөз. Бұл жерде қалай тоқимыз? Мен сіздерге кәдімгі денесін тоққанда түсіндіргенмін. Екі ілмекті бірінші оң жақ неге бізге іліп аламыз. Екі ілмекті іліп аламыз, былай түсіріп аламыз. Одан кейін былай үшіншісін тоқып аламыз да, мына екеуін қайтып тоқып алған үшіншісіне осылай іліп қоямыз. Бұл мына жапырақтың басын жапқан кезде қолданғанбыз бұл әдісті. Және бұл жерде тағы да үш ілмектен бір ілмек шығарудың екінші түрі көрсетілген сызбада. Бұл жерде мынау сіздер егерде джемперлердің, жилеттердің горловинасын тоқып жүрсеңіздер, онда бұмен кездескесіздер. Мына бірінші, екінші ілмекті біреулер екінші, үшіншіні ауыстырады. Мен бірінші мен екіншіні ауыстырам. Орнымен бұл жерде бірінші ілмек артқа кетеді. Мына ортадағысы соның үстіне келеді. Екеуін қосып, үшіншісін қосып, бірге тоқимыз. Сонда мына бізде ортадағы ілмек үстіне шығып тұрады. Менде жаңа айқасып кетті кішкене. Тағы да көрсетіп жіберейін. Қайта тарқатқасын айқасып кетті. Мына үш ілмек тұр. Осы үшеуін біз бірге қосуымыз керек. Мынау белгі. Мынау белгі, жаңа алдында мынаны көрсеттім, енді мынау белгі. Бұл жерде былай болады. Біреуі үстіне шығады деген сөз ол. Мына біріншісін түсіріп аласыз, артына жібересіз. Ортадағысын түсіресіз, соның үстіне қоясыз. Мына. Енді мына үшіншісі қалды ғой. Мына екеуін бірге қосып, осы үшіншісімен қосып тоқисыз. Сонда бағанағы үш ілмектің ортадағысы үстіне шығып тұрады осылай, әдемі болып. Бұл сол өрнек. Және бұл сызбада енді сіздерге таныс емес, мынандай N деген әріп бар, бұл нуп, шишка, мынау соның артын жабу. Мынау алдында денесін тоққан кезде екі ілмектен 9 шығардық, мына жерде үш ілмектен 9. Бұл сіздерге егерде сіздер сызбамен тоқыларыңыз келсе, түсініксіз болса, сол жердегі шартты белгілер. Енді біз қазір бордюрды тоқимыз. Бордюрды тоқимыз. Бордюр мына жақтан басталады. Мынау басы. Мынау шет жағынан бастап шәлінің басы. Мынау бірінші рапорт 12 ілмектен тұрады. 12 ілмегіміз бір гүл. Одан кейін екінші рапорт осылай кете береді. Мына рапорт қайталана береді. Мына қызылмен боялып тұрған сөйдетті. Мына шәлінің ортасына дейін келеді. Шәлінің ортасына келген кезде ең ортадағы ілмек бар ғой. Бұлар бізде бұл жерде үшеу болып тұрады. Сол үшеуді біріктіріп жіберуіміз керек. Бірінші қатарда, бордюрдың бірінші қатарында. Егер мынау бірікпей қалса, бұл үшеу болып, осылай жалпақ болып кетеді. Осыны мұқият болу керек. Және ар жағын дәл мына сызбамен тоқып,
Ең соңына аяғына келген кезде, мен ауыстырып жүрдім. Соңына келген кезде бордюрдың мынау бірінші қатарының мынау қайталанып жатқан рапорт қой. Соңына келген кезде тағы да бір оң ілмекпен аяқталады. Соны ескеріңіздер. Тағы да айтып кетерім, егерде менде бір осы шәлілерді ютубқа салудың оқуын жоқпын. Менде орыс апаларымның нелеріне қарап, видеоларына қарап тоқып жатырмын. Сондықтан, егерде түсініксіз нәрсе болса, ұялмай, қысылмай, комментарийге жазыңыздар. Сосын басқа да сондай сол жерін түсінбей жатқан қыздар болатын болса, сол жерден көріп, өздеріне жауап ала алады. Соны ескерін келеді. Видеомен тоқу онша оңай емес екен, қазір көзім жетіп жатыр. Қиын, оғанда уақыт табу керек, көңіл бөлу керек, сондықтан соның бәрін ескерейік. Мына, ең бірінші бізде бір немен басталды. Бір оңмен басталды. Бір оң, бірінші қатар бордюрдың бір оң шетінде, мына бір оң тоқылды. Енді ары қарай орам, орысша қосыңыз дейді, накид. Өзі орысшадан құтыламай айтсақ, қыздар қазақшаны онша жақсы түсінбейді екен. Қыздар, егер де орысша жақсы түсінетін болсаңыздар, орысша видеоны көріңіздер. Егер де аралас керек болса, онда кішкене қосайын арасында. Міне қараңыздар, накид жасадық, орам, одан кейін екеуін бірге сол жақтан оң жаққа қарай қисайтамыз. Ол үшін міндетті түрде мына ілмектерді былай аударып алу керек, былай қаратып алу керек. Мынау қабырғасы оң жақтағы үстінде тұру керек. Мына бұрып алдым да, қысқарттым, орам жасадым. Екеуін тағы да мына жаңа бұрып қойған екен. Бұрып алып, мен бір тоқып тарқатқан ба, сол үшін ілмек уже бұрып қапты өзі. Міне қараңыздар. Міне екеуі. Бір орам, екеуі бірге, сол жақтан оң жаққа қарай бір орам, екеуі бірге, сол жақтан оң жаққа қарай бір орам, накид дейді орысша, және мына ортасында үшеуін біріктіруім керек. Міне үш ілмек, гүлдің ортасында үшеуі тұр. Егер мына сызбамен қысқартатын болсақ, мына сызбамен бізде былай болады. Екеуін былай іліп аламыз, түсіріп, тоқымай. Біреуін тоқимыз. Егер шәлінің денесін тоққан болсаңыздар, кәдімгі жапырақты жапқан кездегі әдіс міне. Үшеуін бірге. Енді ары қарай орам. Ары қарай біз енді оң жақтан сол жаққа қарай қысқартамыз. Бұл жер ешқандай қиындық туғызбайды. Кәдімгідей походу қалай көрініп тұр сіздерге. Міне, менде мынау артында тұр, мына қабырға. Міне осылай тоқыдым. Енді мына жерде қараңыздар, бір орам және бір оң. Бір орам, бір оң болды. Мынамен рапорт аяқталды. Мынамен рапорт аяқталды. Енді келесі рапорт бізде ораммен басталады, накидпен басталады. Сөйтеді да оңмен аяқталады. Осыны енді, мынау шәлінің ортасына келгенше қайталай бересіздер. Шәлінің, жарты шәліні осы немен рапортпен тоқисыздар, қыздар. Түсінікті болар, түсініксіз болса тағы тоқтатып, тағы да көріп шығыңыздар. Және шәлінің ортасына дейін тоқыңыздар, мен де тоқып алайын. Ал қайманың ортасына, бордюрдың бірінші қатарының ортасына келдік. Мына жерге, мына ортасы. Мына. Мына бізде ортасы, ортасында бізде 3 ілмек тұрады. Так, мына жерде үшеуден біреу шығардық. Бір орам, екеуін бір ілмек қостық. Тағы да солай. Бір орам. Енді мына жерде қараңыздар. Мынау шәлінің оң жақ беті мен сол жақ бетінен бір ілмектен бар бізде. Шеткі, мына шетте тұратын. Мына жақта шетте тұратын. Және ортада бір ілмек бар. Осы үшеуін мына жерде біз бір етіп қосуымыз керек. Енді бұны қосқан кезде былай қосқандарыңыз дұрыс негізі. Мына ортаға шығарып, қараңыздар. Біреуін түсіріп алып, ортадағысын бетіне шығарып, үшеу етіп қосып жіберейік. Содан соң, қосқаннан кейін, бізде қайталанатын рапорт қайталана береді. Шәлінің ең соңғы рапортына келгенше. Мына, бір ораммен басталады, ары қарай. Мына, бір орам,
екеуі бірге оң жаққа қарай. Бір орам, екеуі бірге оң жаққа қарай. Мына ортадағы үшеуін бірге. Орам, екеуі бірге. Орам, екеуі бірге. Және мына жерде мына соңғы ораммен бір оң дейміз да, мына жақтан бастаймыз. Сөйтіп, шәлінің соңына дейін тоқимыз. Осы бірінші қатардың соңына келген кезде бізде мына жерде бір ілмекпен аяқталады. Мына басында біз қалай бастадық? Басында қалай бастадық? Бір оңмен, бір оң ілмекпен солай бұл қатардың аяғы солай аяқталады. Одан кейін теріс жағын тоқисыздар. Одан кейін мына бордюрдың үшінші қатары басталады. Ал біз енді бордюрымыздың үшінші қатарына келдік. Бұл жерде оңай, мына қараңыздар. Ең шетінде, мынау қатардың бас жағында екі оң тоқылады, және ең соңында екі оң тоқылады. Арасында, гүлдердің арасында мынандай үш оң тоқылады. Мына біз шетін бастадық. Екі оң. Одан кейін орам. Екі ілмекті мен жаңа бір тоқып алғам. Былай қарай қаратып аламыз. Сөйтеміз тағы да. Мен жаңа бір рет тоққаннан кейін теріс айландырып алдым, түсінетін шығарсыздар. Енді мынау бір орам, екеуі бірге, екеуінен біреу шығару, бір орам, екеуінен біреу шығару. Маған қазақша түсіндірген, сіздерге барынша түсінікті қылып түсіндіргім келеді. Сондықтан сіздер де мені түсінуге тырысыңыздар. Мына орам, накид дейді, орысша қосып қойыңыз дейді. Екеуін қосып бірге оң жаққа қарай, орам, накид, екеуін қосып оң жаққа қарай. Енді мына жерде байқаңыздар, бұл жерде енді орам жоқ, мына. Бұл жерде, мына жерде біз алдыңғы қатарда қысқартқан неміз тұр, ілмегіміз тұр. Мына біреу тұр, тура ортаңғы жапырақтың үстінде. Соны біреу өтіп тоқимыз. Енді былай қарай, мына ештеңені бұрмаймыз. Былай қарай екеуден біреу өтіп тоқимыз. Енді қараңыздар. Енді мына жерге келдік, мына. Үш оң, мына. Бір, алдындағы орам үстінде біреу. Одан кейін мына жақта ортадағы келе жатқан біреу, және тағы да біреу, мына. Бір, екі, үш дейміз да. Қайтып, мынау біздің мына жерге келеміз. Мынау басында біз мына жерде екеу екен ғой. Екеу тоқып едік қой. Енді мына жерде бізде үшеу тоқып алдық, Үшеу тоққаннан кейін қайтадан бастаймыз. Мына жерден бастаймыз, мына орамнан. Орам, екеуін былай бұрып аламыз. Сол жақтан оңға қарай. Орам, екеуін бұрып аламыз. Сол жақтан оңға қарай. Одан гүліміздің ортасына келдік. Мына алдына қысқартқан үш ілмектің үстіне келдік. Бұны оң етіп тоқимыз. Бұны оң етіп тоққаннан кейін екеуін орам жасамай тұрып, мен жаңа қателесіп орам жасамай тұрып, екеуін бірге аламыз. Оң жақтан сол жаққа қарай. Орам, екеуін бірге аламыз. Мұны екеуін бірге алдық та, мына жерде екеу деп тұр, бірақ біз білеміз, бұл жерде екеу емес, бұл жерде үшеу болады. Үш, мына, бір, екі, үш. Екі шетінде ғана екеуден болады да, оң. Мына басында, және қатардың ең соңында. Ал басқа жерлерде гүлдердің арасында мынандай үш оңнан болып тұрады. Үш оң ілмекте, мына. Үш оң алып алдық. Одан кейін орам аламыз. Так, мына үш оң алып алдық. Орам алып аламыз. Мен сіздерге меніңше түсінікті болсын деп жатырмын да. Мына апам мыжып кетті демеңіздер. Түсінікті болса ары қарай өтіп кете бересіздер. Мына енді мына жерде біз алдында қысқартқан үш ілмектің үстінде бір оң. Бұл жерде арасында орам жоқ, накид жоқ, мына. Бұл өте оңай қатар. Осылай кете бересіздер. Және қатар аяқталған кезде, мына жерде былай болады ғой,
осылай аяқталады ғой. Мына жерде мынау болмайды. Мына рапорт бітеді. Сонда екі оңмен аяқталады. Ал қыздар, бордюрдың 5-ші қатарына келдік. Қараңыздар, 5-ші қатардың сызбасы мен бордюрдың 1-ші қатарының сызбасын қарасаңыздар, бірдей, екеуі де бірдей. Яғни, мына 1-ші қатардан қалай тоқсаңыздар, 5-ші қатарда дәл солай тоқисыздар. Тек қана мен сіздерде мына жерде бір айырмашылық көрсеткім келеді. Мынау 3 жіпті, 3 ілмекті біріктірген кезде біз әдеттегідей біріктірдік, қостық. Енді мынау тоқыманың арасында көрсеткенде бұл жапырақтың ұшы болады. Сондықтан жапырақтың ұшы әдемі болу үшін мен қазір бір рапортты көрсетіп жібереймін. Сіздерге жарығым өзгеріп жатыр, өйткені уақыт тапқан кезімде тоқып жатырмын. Мына рапорттың бас жағы, оң. Бір оң. Бір оң, одан кейін орам. Екеуін оңға қарай. Екеуін оңға қарай. Мына 2 рет тоқып алдық. 5-ші қатарымыз бұл біздің. Мына нәрсені тоқыдық қазір. Бір оң, бір орам, екеуін оңға қарай. Бір орам, екеуін оңға қарай. Енді тағы да бір орам аламыз. Бір орам. Енді мына жерде бізде ортада тұр 3 ілмек. Осы ортада 3 ілмекті біз алдыңғы қатарда бұлай біріктірдік, мына жапырақты жапқандағыдай. Ал енді кәдімгі ортасына шығаратын едік қой. Ортадағы ілмекті. Бұлай. Екеуін, бірінші мен екіншін ормен ауыстырып, мына ортадағы ілмек үстінде тұру керек. Екеуін қосып, мына үшеуін біріктіреміз. Міне. Бұлай жабылу керек. Не үшін бұлай? Өткен мына жерде көріп тұрсыздар сіздер. Бұл жапырақ, өрнек бұлай жабылып жатыр, қайырылып келіп екі шеттен. Сондықтан осылай жапқаныңыз дұрыс, осылай біріктіргеніңіз дұрыс. Екеуінің арасында орам. Алдыңғы қатарда қысқартулардың арасында орам болған жоқ. Енді бұл жерде орам бар. Және бұлай қарай тоқып кете береміз міне кәдімгідей. Ортада бір ілмек. Екі гүлдің ортасында, алдыңғы қатарда үшеу еді, енді бір ілмек. Мына жерде тағы да бұлай бұрып аламыз оңға қарай. Енді міне жаңағы жері, мына. Біреуін артқа қойдым бірінші ілмекті, екіншісін оның үстіне шығардым, екеуін қосып, үшіншімен қосып тоқыдым. Бұны сіздер білесіздер, жай мен дәл осы жерде осылай қысқарту орынды деп көрсеткім келді. Осылай бітіріп, теріс жағын теріс етіп тоқып аласыздар, және 7-ші қатарға келген кезде мынау шишечка, нуп деген тоқимыз. Қиын ештеңесі жоқ. Бұл нәрсені сіздер жасағасыздар. Тек мына теріс жағына келген кезде осы бір екі емес, алдында 2-3-тен шығарып жүрдіңіздер ғой. Енді бір ілмектен 9 ілмек шығарамыз орам арқылы, және оны теріс жағына келген кезде қысқартамыз. Сол жеріне келген кезде тағы да бір көрсетемін сіздерге. Ал енді мынау нуп деген жерге келдік, шишечкаға. Бұл біздің рапортымыздың 7-ші қатары. 7-ші қатары, бұл жерде де ешқандай қиындық жоқ. Мынау дәл 3-ші қатар сияқты тоқылады. 2 оң, 1 орам, екеу бірге оңға қарай, 1 орам, екеу бірге оңға қарай. Және мына жерде бізде ортасында бір ілмек болады. Сол ілмектен біз нупты шығарамыз қазір. Артық нәрсені алып қойайын, сіздерге көріну үшін. 3 жиегіміз біздің. Шетінде 2 ілмек. Бұл шетінде ғана 2 болады, білесіздер. Мына жерге ортасына келген кезде 2 гүлдің арасында бұл 3 ілмек болады. Мына жерде 3 болады. Екеуін оңға қарай орамалдық. Екеуін оңға қарай.
Үшінші қатарда біз мына ілмекті жай оң етіп тоқығанбыз. Енді осы жерден біз шишка шығаруымыз керек, нуп деген. Оны біз алдында жапырақтарды шығарған кезде, гүлді тоқыған кезде тоқығанбыз осылай. Мына біреуін алдық, орам жасадық, біреуін алдық. Бір келкі етіп алуға тырысу керек, оңай емес. Осы жер кейде ұзындау болады, кейде қысқалау. Бір келкі алуға тырысыңыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерде бір ілмектен, ортада тұрған бір ілмектен 9 ілмек алып алдық, орам жасаймыз деп. Енді мына осы ненің арасын екі шетіндегі екі ілмегіміз бізде 2 ілмектен 1 ілмек болады. Екеуін қосып тоқимыз. Мына арасында орам болмау керек. Кейде автоматты түрде біз ана орамға үйреніп қалып, арасында орам жіберіміз мүмкін да. Арасында ешқандай орам болмайды. Соны ескеріңіздер. Міне енді қараңыздар, мына жерде екеуден біреу солға, екеуден біреу солға орам. Екі гүлдің ортасында 3 ілмек, екеу емес. Біздің рапортына шетіміз былай басталады, мында екеу болып. Ал мына алдыңғы гүлдікін қосқан кезде 3 болады. Мына тағы да орам. Орам. Екеу бірге оңға. Мына жерде мен жібім сәл ашылып кетіпті, шашырап. Екеу бірге оңға. Енді тағы да жаңағы жерге келдік. Мына жапырақ жабылған. Алдында біз жапырақты жаптық қой, мына гүлді. Соның төбесіндегі бір ілмеге сол жерден біз нені шығарамыз. Нубымызды. Мына жерде неше болды менде? 7, 8, 9. 9 ары қарай осылай кете береміз. Өрнегіміз бойынша, сызба бойынша. Осы қатарды тоқылаңыздар. Мына нуп тоқыған қатарымыздың соңына жақынап қалдық. Ең соңғы нуп. Сәл былай тартыңқырап алыңыздар. 3, 5, 7, 8, 9. Мына жердегі бір келкі болған ғаны. Маңызды. Соңында 2 оңмен аяқталады. Әдетте сіздерге соңын көрсетпеуші едім. Не үшін соңын көрсетіп жатырмын? Өйткені теріс жағында бұл шишканы біз қалай жабамыз, соны көрсетуім керек сіздерге. Шишкадан басқа ілмектердің бәрін теріс етіп тоқимыз. Енді мына шишкаға келдік. Енді осы жерде қандай қауіп бар? Мына жерде былай болуы мүмкін да. Мына екі шетінде тұрған, екі ілмектен бір ілмек шығарған еді қой. Осылар кейде былай қосып алуымыз керек қой бәрін. Сол кезде кейде байқамай, осы мынау ар жағында тұрған ілмек қосылып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жерде мұқият боламыз. Және мынау іліп алған ілмектеріміз біреу қалып кетуі мүмкін. Мысал үшін сәл былай дұрыс қадамасаңыздар бізді. Сол үшін мұқият болу керек. Мына жерде барлығынан өту керек астынан. Бірде біреу қалып кетпеу керек. Кейде біреу түсіп қалады байқамай. Осы жерде сәл мұқият боласыздар. Болды, мынау 9-ды қосып, теріс етіп тоқып аласыздар. Келесі қатарға келген кезде бұның үсті оң болады. Екі шетінен қысқарып. Ал қыздар, жарықтың өзгеріп отқан байқалып отқан шығарсыздар. Әйтеуір уақыт тапқан кезде түсіріп жатырмын. Мына қараңыздар, енді біз бірінші нупты тоқыдық. Енді мына 9-шы қатар. Бордюрдің 9-шы қатары. Бұл жерде 2 нуп тоқылады. Осы жерде көрсетемін. Одан кейін мына сызбаны менің бірінші мастер-классым астындағы сілтеме бойынша өздеріңізге скачать етіп алыңыздар. Болмаса мынаны скриндап алыңыздар. Ары қарай мынау 15-ші қатарға дейін өздеріңіз тоқисыздар. Мен де өзім тоқимын. Өйткені мына немен тоққан ыңғайсыз екен. Нуптарым сіздерге қанша ескертсем де өзімдікі әртүрлі болып қалды. Мынау ыңғайсыз жерде отырғасын.
Бұл жерде де ешқандай қиындық жоқ. Міне қараңыздар, өздеріңіз тоқып жатқанда, негізі тоқып жатқан алдыңыздағы гүлге де қарап қойыңыздар, жапырақтарға, гүлдерге. Міне 9-шы қатарда бірінші біз оң жіптен бастаймыз, оң ілмектен, одан кейін мынау бірінші, 5-ші қатар сияқты ғой, дәл сол сияқты. Тек қана мына жерде сіздер біріктірген жерде нені оң қып тоқисыздар, нуптың үстін оң етіп тоқисыздар. Міне бір оң, бір оңнан кейін екеуін бірге оңға қарай, тағы бір оң, екеуін бірге оңға қарай. Енді мына нуптың екі шетінен бізде бір оң ілмек пайда болды. Өткенде біз қысқартқанда алдындағы қатарда. Енді осы жерден шығарасыздар нупты. 3, 5, 7, 9 етіп алдым. Мына нуптың үстін енді тек оң қып аласыз. Мына жерде сызбада Б деген әріп, білмеймін не үшін енді бұлай бөлек екенін көрсетейін дедім ма. Сызбадағы Б деген әріп ағылшынша бұл тек оң болады. Болды. Мына екінші жағынан тағы бір нуп түсіресіз. 3, 5, 7, 9. Ал енді нупы бар қатарды тағы бір көрсетейін. Содан бар жүрді өздеріңіз аяқтай беріңіздер. Видеоны ұзарта бермей. Мына біз мына жерде өткен қатарда 2 нуп шығардық, 2 нуп тоқыдық. Енді келесіде тағы да 2, арасында 3 оң болады. Одан кейін арасында 5 оң болады. Ең соңғы нуп бар қатардың, ең соңғы мынау бордюрдің 15-ші қатарында бізде арада 7 оң болып аяқталу керек. 7 оң болады. Теріс жағында мынау шишканы жабасыздар, болды. Одан кейін келесі қайма деген өрнекке өтесіздер узорға. Қазір мынау 9-шы қатар тоқ болдық. Енді 11-ші қатар. 11-ші қатарда алдындағыдай өздеріңіз суретіне де қарап отырасыздар. Тоқып отқан 2 оң, 1 орам, екеуін қосып оңға қарай, нуп, 3 оң, нуп, екеуін қосып солға қарай, 1 орам, 3 оң болды. Осақ. Екі шетінде екеу болады, ортада 3 оң болады. Болды. Осылай келесі қатарда тағы да сондай, бірақ тек мына жерде екеудің орны 1 оң болады, мына жақта 1 оң болады. Содан кейін мына 15-ші қатармен аяқтайсыздар бордюрда. Мен енді қажет болса бір рет көрсетейін. Мына біріншісін, бірінші гүлін ары қарай өздеріңіз аяқтай беріңіздер. 3 жиектегі 3 ілмегіміз. Одан кейін бізде 2 оң, орам, екеуін қосып оңға, нуп, оң ортада, тағы да оң, міне 3 оң түсті. Так, 5, 7, 8, 9. Екеуін қосып солға болды. Мына гүліміз аяқталды. Мына жақта тағы да келесі гүл басталады. Енді бордюрды өздеріңіз аяқтай беріңіздер.